Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Алматы облысы Жамбыл аудандық филиалы орталық Шынасыл мешітінің бас имамы Исламханов Қалжан Әріпжанұлының жылдық қорытынды есебі. Бүгінгі таңда өлкемізге қарасты мешіттер саны 46 мешіт және 2 намазхана өз жұмысын атқаруда. Оның ішінде күрделі жөндеуден өткені Дегерес ауылдық мешіті мен Үмбетәлі ауылдық Нұрпейіс мешіті және Қарғалы ауылдық Сәт мешіті. Аталмыш мешіттерден тыс биылғы жылы құрылысы қаланып жатқан 4 мешіт, біреуі биылғы жылы қолданысқа берілмек. Олар Қарғалы, Шолақ Қарғалы, Ақсеңгір мен Ұзынағаш өңірінде орналасқан. Өңірлердегі бой көтеріліп келе жатқан мешіттердің құрылысын ауданымыздың бас имамы Исламханов Қалжан Әріпжанұлы аралап шығып, үнемі назарға алып отырды. Мешітке келетін жамағаттардың көп болуы себепті намаз оқуына жеңіл болу үшін Майбұлақ, Қалмет ата мен Айқым ата Нұрпейіс мешіттерінің ауласында навестер салынып, Қасымбек ауылдық Қасымбек мешітінде брусчаткалар төселді. Жамбыл ауданы бойынша имамы жоқ мешіттер саны 7. Аталмыш ауылдардағы мешіттердің шалғай орналасуы мен ауыл тұрғындарының аз болуы себепті имамдар қамтамасыз етілмей отыр. Осы орайда осы проблемаларды шешу үшін аудан имамы және ауыл имамдары бірлесе отырып, Нұр Мүбәрак университетінде 2 шәкірт, медресе колледжде 14, Құран қариларын дайындау орталықтарында 2 шәкірт, Түркия мемлекетіндегі Хасеки академиясына 1 шәкіртіміз оқуға жібердік. Биылғы жылдың қорытындысы бойынша өңір имамдарының мұрындық болуы мен демеушілердің қолдауымен аудандық және ауданға қарасты мешіттерді қайта жөндеу жұмыстарына 15 миллион 669 мың теңге жұмсалды. Пітір садақадан түскен қаражаттан ауыл имамдары 30%-ын Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына жіберіп, қалған қаражатты мүмкіндігі шектеулі жандарға, сапарда қалғандарға, көп балалы аналар мен әлеуметтік қолдауды қажет ететін отбасылардың баспанасын қайта қалпына келтіру жұмысына жұмсалды. Осыған қоса әрбір мешітте ауызашарлар ұйымдастырылып, 1500 адамға ауызашар берілді. Қадір түнінде таң атқанға дейін азан жарыс, Құран оқу, викториналық сұрақтар беріліп, жеңімпаздарға қаржылай және бағалы сыйлықтар табысталды. Рамазан айында тарауық намазына қатысқан намазхандардың саны 2315 адамға жетті. Аудан мен ауылдардағы мешіттердің жылдық коммуналдық жалпы шығыны 30 миллион 46 мың 998 теңгені құрайды. Мешіт ауласын абаттандыру жұмыстарын жүргізу мақсатында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы орталық аппаратының жиналысының хаттамасына сәйкес жастар жұмыла талеги қайырымдылық акциясы негізінде аудан көлемінде 302 гүл мен 335 түп ағаш отырғызылды. Бұл күнде аудандық орталық мешітке қарасты мешіт қызметкерлерінің саны бас имам, найб имам, ұстаз, азаншы, молдаларды қосқанда 48 адам қызмет атқарады. Мешіт имамдары жыл басынан бастап 80 кездесу мен мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік емес ұйымдар арасында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жұмыс жоспарына сәйкес 130 бағыт насихат жұмысын толықтай жүргізді. Оның ішінде аудан бойынша мешіттерде бір күнде 5 ақшам уағыздарына келген жамағаттар саны 404 болса, әр жұмада қатысатын адамдар саны 2480-ді құрайды. Жалпы аудан бойынша айт және құрбан айтқа қатысқандар саны 6910-ға жетіп отыр. Жыл басынан бастап отбасылы болғысы келетін жастармен жүргізілетін уағыз насихат нәтижесінде аудан бойынша 475 жастың некесі қиылды. Бізге белгілі болғандай Жамбыл ауданы бойынша бізге мәлім болғаны үлкен қажылық сапарын өтеп келгендер 2 болса, умра кіші қажылығына барғандар саны 20-ға жетті. Имамдарымыздың халықты ізгілікке насихаттау мақсатында атқарып жатқан игі істері нәтижесінде Жамбыл ауданы бойынша әлеуеті төмен, әлеуметтік қолдауды қажет еткен 624 отбасыға 8,5 тонна азық-түлік пен 6847 келі ет өнімі, 25 тонна көмір мен 2 көлік отын ағаш беріліп және 7 миллион 263 мың 250 теңге ақшалай көмек берілді. Және де Түркістан облысы Арыс қаласындағы жарылыстан зардап шеккендерге көмек қолын созу мақсатында имамдар бір ауыздан 500 мың теңге ақша облысқа өткізіліп, ауданымызға қарасты мешіттердің ерікті топтарымен бірлесе отырып жинаған миллион теңге қаражатты Арыс қаласына жөнелтілді. Жалпы көмек құны 1,5 миллион теңгені құрайды. Құрбан айт мейрамы аудан бойынша барлық мешіттерде атап өтілді. Әрбір мешітте барнелер ілініп, жалауша және
шарлармен безендіріліп құттықтау қағаздар таратылды. Ерікті топтар мен жамағат белсенділерін ұйымдастыра отырып, ауыл аудан арасында жеңіл автокөліктер тасымалы тегін болды. Ұлық мерекеге орай жиналған жамағатқа арқан тарту, бір көтеру, қазақша күрес, қошқар көтеру, асық ату сынды ұлттық ойындар ұйымдастырылып, жарыста белсенділік танытып, жоғары ұпайға ие болған қатысушыларға бағалы сыйлықтар табысталды. Аудан ауыл мешіттерінің имамдары демеушілерді тарта отырып, ұйымдастырған науқанда 15 ірі қара мен 200 қой сойылып, барлығы 500 отбасыға таратылып берілді. Жат ағымдармен күресу мәселесінде жамағаттарға уағыз насихаттар айтылып, жат ағым өкілдерінің мүшелерімен жекелеген 29 кездесу ұйымдастырылып, олардың 20-сы байсалды көзқараста қалғанымен 9-ы өз райынан қайтты. Діни экстремизм және терроризмді болдырмау мақсатында ауыл және аудандық ішкі саясат бөлімдерімен бірлесе отырып, мемлекеттік мекемелердегі білім алушы колледж бен мектеп тәлімгерлерімен жат ағымнан сақтану және иманды жастарды діни сауатын арттыруды көздейтін 45 кездесу ұйымдастырылып, 2250 оқушылар мен студенттерге түсіндіру жұмыстары атқарылды. Мектеп оқушыларының жаздық 3 ай демалысы кезінде ата-аналардың өтінішімен мешіт жанынан ашылған жаздық сауат ашу лагерінде діни сауат ашқандар саны 671-ге жетті. Оның 432-сі ер балалар болса, 239-ы қыздар. Білім алушы шәкірттердің 3 мезгіл тамақтануы да назардан тыс қалған жоқ. Осы лагерге жетекшілік жұмысына 2019-2020 оқу жылында Нұр Мүбәрак университеттері мен Үшқоңыр медресесі және Құран қарияларын дайындау орталықтарындағы 9 шәкіртіміз тартылып, алған ілімдерінің практика жүзінде жүзеге асуына мүмкіндік жасадық. Игі шараның негізгі жалғасын тауып, бұл күнде мешіттеріміз қысқы сауат ашу курстарынан білім алып жатқан ересектер саны 58-ге жетті. Олардың 24-і ерлер, 34-і әйел кісілер. Аудан бойынша зекет қайырымдылық қорының ашылғаннан бері 2 үй мен 6 адамға газ кіргізіліп, 120 отбасыға азық-түлікпен көмек көрсетілді. Қордың негізгі мақсаты тұрмыс жағдайы төмен отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі жандарға, көп балалы аналар мен асыраушыларынан айырылған жанұяларға көмек көрсету болып табылады. Жамбыл ауданы бойынша демеушілердің қолдауымен ұйымдастырылған мектепке жол қайырымдылық іс-шарасында орталық Шынасыл мешіті 550 балаға мектеп оқу жабдықтарымен көмек көрсетіп, игі іс өзге ауылдық мешіттерде де жалғасын тауып, жалпы 900 балаға киім-кешектермен көмек көрсетілді. Жастардың діни жанашыры болу мақсатында жастар ісі секторының ұйытқы болуымен аудан жастары арасында Ұзынағаш жастары атты еріктілер тобының қайырымдылық жәрмеңкелері ұйымдастырылып, түскен қаражатқа көмекке мұқтаж 45 отбасыға азық-түлікпен, ірі қара етімен көмек көрсетіп, спорттық футбол, волейбол, үстел теннисі сынды спорт түрлерінен 10 жарыс өткізілді. Биылғы жылдың өзінде аудан көлемінде бата жарыс, Құран оқу, азан айтудан 8 жарыс ұйымдастырылып, аудан әлеуетін оңтайландыру мәселесінде кеңескен 5 кездесу семинарлары болып өтті. Бата жарыстың негізгі мақсаты салт дәстүрімізді жандандыру болып табылады. Зайырлы мемлекетіміздің асыл құндылықтарын дәріптеуде елеулі үлес қосқаны үшін Алматы облысының дін істері басқармасының ұйымдастыруымен Талдықорғанда өткен зайырлы қоғам, дін және дәстүр ұштастығы тақырыбындағы дінтанушылар мен діни бірлестік жетекшілерінің 2-ші облыстық форумында орталық Шынасыл мешітінің бас имамы Исламханов Қалжан Әріпжанұлы үздік діни қызметкер номинациясын иеленсе, Қарғалы ауылдық округіне қарасты Майбұлақ мешітінің имамы Асқар Әлімбековке үлгілі діни ғибадатхана номинациясы табысталды. Қарғалы ауылына қарасты Сәт мешітінің имамы Сейітқали Серікқажы Есімбекұлы алғыс хатпен марапатталды. Нұрсұлтан қаласында өткен 3-ші форумға орталық Шынасыл мешітінің бас имамы Исламханов Қалжан Әріпжанұлы, аудандық зекет қорының басшысы Асқар Әлімбеков пен халал өнімдер басшысы Оразбек Базархан және Ұзынағаш мешітінің имамы Нұрдәулет Тоқанұлы қатысып қайтты. Аудан көлемінде халал өнімдер ұсынып отырған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының халал сертификатын алған 2 тамақтанатын орын бар. Олар Восточный двор асханасы мен Тамаша асханасы.
жоғарыда айтылып өткен асханалардың талапқа сай жұмыс жүйесін үнемі назарымызға алып отырдық. Одан бөлек аудан көлеміндегі мешіт аумағында орналасқан асханалардың саны 9. Жалпы аудан бойынша ақпараттық орталық, яғни колл-центр орталықтары болмағандықтан биылғы жылы интернет желісіндегі сұрақ-жауап жүргізілетін әлеуметтік желідегі сайттарымыз ашылып, нәтижесінде Facebook парақшасындағы оқырмандарымыз 600 болса, ВК желісіндегі оқырмандарымыздың саны 11 мыңға жетіп отыр. Аудандарға қарасты мешіт имамдарының мансабын арттыру және жамағат танымын кеңейту мақсатында орталық Шынасыл мешітінің қаржыландыруымен мешіт жанынан 5 миллион теңгені құрайтын Асыл қазына студиясының жобасы қолға алынып, нәтижесінде аудан имамдарының 14 видео уағыз насихаттары YouTube желісіндегі 700 қаралымы бар парақшамызға орнатылды. Биылғы жылы аудан имамдары бірлесіп діни танымдық 246 мұнара газеті мен 220 рет иман журналына жазылдық. Имамдардың 22 авторлық мақалалары республикалық, облыстық және аудандық басылым беттерінде жарияланды. Имамдар жаназа некемен ғана шектелген емес, ауданымыздың арасында басқа қырынан көрініп жүрген имамдар да бар. Айталық, Қарғалы ауылына қарасты Сәт мешітінің имамы Сейітқали Серік қажы Есімбекұлы киноға түсіп, актерлық шеберлігін елге паш етті. Одан бөлек діни танымдық сыр сұхбаттарымыз республикалық Асыл арна телеканалында көрсетіліп тұрды. Кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл толуына байланысты Қарғалы ауылында ұйымдастырылған спорттың баскетбол түрінен Майбұлақ мешіті бірінші орын иеленіп, әкім кубогын жеңіп алды. Биылғы жылы Есік қаласында өткен футболға аудан жастары қатысып қайтты. Қорытындай келе айтарымыз, ауыл имамдарының ерен еңбектері дініміз үшін, дін мен салт дәстүрімізді ұштастырып, уағыз насихат айтып, мемлекетіміздің дамуына үлес қосып, иманды ұрпақ тәрбиелегендігі үшін алғысымыз шексіз.